Қарағандыда тағы бір тұрғын үй құрылысы заңға қайшы бой көтеруде. Құжаттардың толық пакетінің жоқтығына қарамастан қала орталығында Гоголь көшесінде жаздан бастап тұрғын үй құрылысы жүріп жатыр. Мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы тұрғындарға бұл құрылысқа инвестиция салмауды ескертеді. Ал егер бұл қазірдің өзінде жасалса, ақшаларын қайтарады. Гоголь көшесі 34-5 учаскесіндегі бұл құрылыс жазда бұрынғы автомобиль кешенінің орнында салынуда. Мұның бәрі 5-ші арна редакциясының дәл алдында орын алуда. Мұнда тар жағдайда бизнес нысандары айналасында тұрғын үй салуға шешім қабылданған. Онымен қоса қала әкімшілігінен бірнеше метр қашықтықта тұр. Тиісті құзырлы органдарға өтініш хаттар жолдадық. Үй тұрғызушылар бұл әрекетімізді місе тұтпай, одан әрі құрылысты жалғастырды. Қазір шағын ғимарат биіктеп, көп қабатты үйге ұқсап келеді. Ал қоршау сыртында объектінің төлік құжаты әлі жоқ. Там будет реконструкция. Мен әлеуметтік желілерден бұл тұрғын үйлер туралы оқыдым. Ел баспанасыз қалып жатыр. Бұл әрине өте қорқынышты. Халықты ойлап жатқан ешкім жоқ. Керісінше қанап жатыр. Документы обязательно должны быть. Все узаконено должно быть. Незаконно. Почему так строят? Они должны же у нас наше разрешение как бы брать, и что можно строить, нельзя строить. Жақында мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының басшысы Сержан Аймақов құрылыс салушыларды рұқсат құжаттарының толық пакеті жоқ, құрылыс басталған немесе толық жүріп жатқан 11 нысанды атап өтті. Следующий объект это ТО РЖБ. Келесі нысан РЖБ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Central Avenue, тұрғын үй кешені, мекенжайы Гоголь көшесі 34-5. Ақшаны қайтаруды талап ету керек. Тәуекелге бармаңыз және заңсыз құрылысқа ақша салмаңыз. Бұл Сержан Аймақовтың сөзі. Тәуекелге бармаңыз және заңсыз құрылысқа ақша салмаңыз. Әйтпесе құрылыс салушылар жұрттың шуын желеу етіп, жазадан жеңіл құтылу жолын жасап алған. Сонымен қатар біздің өңірде ешкім үлескерлердің қаражатын тартуға құқылы емес. Әл-Фараби тұрғын үй кешенінің үлескерлерінің тағдырын қайталамаңыз. Жандос Бақытұлы, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевлев, 5-ші арна.